навигацияға өтейік. Мышканың дөңгелегін кері айналдыратын болсақ, яғни біздің айтымдер горизонтально қысқарады. Ал егер жоғары айналдыратын болсақ, былайынан, онда айтым горизонтально ұзарады. Болашақта түсініспеушілік болмау үшін айтым дегеніміз не? Айтым дегеніміз, яғни аудиодорожка деген файл. Мысалы, мен қазір көрсеткен файл, ол айтым деп аталады. Сізде менімен бірге қайталап көріңіз. Жоғары және төмен. Бұл оңай жолы болатын. Оған үйреніп кетем дегенге шейін қиын жолын көрсетейін. Бұл жерден осыны ұстаймыз, осы затты, және солға немесе оңға ұзартуға болады. Қысқартып, ұзартып. Сонымен қатар горизонтальный түрде. Плюс, минус, келесі навигация вертикальны. Айтымдерді немесе трек панелді үлкейту үшін контролды басамыз. Және мышканың дөңгелегімен жоғары төмен қозғалтамыз. Бірге қайталаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, вертикальны жоғары немесе төмен ұлғайып жатыр. Кешірім сұраймын, мен мышкам кішкене дұрыс жұмыс істемей тұр, сондықтан задержка болып жатыр. Ұлғайттық және горизонтальныйды ұлғайтамыз. Немесе қайта орнына келтіреміз. Келесі, тек қана бір-ақ трек панелді ұлғайтуға болады, барлығын емес. Ол үшін, мысалы, бірінші трек панелдің астына барамыз, стрелка шыққаннан кейін қалағанша ұзартуыңызға болады. Келесі навигация, мысалға, барлық айтымдерді горизонтальныйда, вертикальныйда ұлғайтайық. Егер біз айтымның астына түскіміз келсе, трек панелдің үстіне барамыз да, мышканың дөңгелегімен төмен түсіреміз. Міне, өте оңай. Немесе жоғары көтерілеміз. Ал егер біз көріп отырған айтымдардың келесі бетіне өту үшін окноның мышканы жоғары көтереміз, сандардың үстіне көтерілгеннен кейін бізде 5 саусақтың суреті шығады, және соны ұстай отыра кубаистегідей, мысалға, тректің келесі бетіне өтуімізге де болады. Немесе артқа қарай. Бұл бірінші нұсқасы. Ал екінші нұсқасы, альтты ұстап отыра мышканың төмен немесе жоғары қолданамыз. Көріп отырғаныңыздай. Үшінші нұсқасы, осы зат таңдаймыз да, оңға, солға. Кімге қалай ыңғайлы, солай қолдансаңыз болады. Мен үшін осы нұсқа, немесе жай ғана мышканың дөңгелегімен альтты басып отырып жылжыту.